Сәлем достар, бүгін 21 наурыз 2022 жыл. Біз Орбис автопробег компаниясына келіп, сіздерге автокөліктің бағасы қалындай болып жатқанын және қандай көліктер бар екенін көрсету үшін осында келіп тұрмыз. Бізбен бірге болып, каналға тіркеліп, лайк немесе коммент жазып кетіңіздер. Ал, бірге тамашалайық. Бірінші бюджетті сегментті көрсетейінде, бірінші бюджеттік автокөліктерден бастайық. Алдарыңызда Volkswagen Polo 2017 жылғы 1.6 қозғалтқышымен жабдықталған. Жалпы жүрілген шақырымы 63 мың километр. Бағасы қазіргі таңда 7 миллион 90 мың теңге екен. Жалпы состояниесіне келетін болсақ, өзінің зазорлары барлығы өз орнында. Автокөлік 2017 жылғы колеса кезеттегі орташа бағасы 6 миллион 900 мың теңге екен. Бұл жерде обычный штамповка дискларымен, колпакпен жабдықталған. Руліне келетін болсақ, рулі не протертый. В принципе, автокөлік жақсы состояниеда. Келесі кезекте тағы да Polo автокөлігі. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай 8 шақты Polo автокөліктер бар екен. Бұл автокөліктердің барлығы менеджердің айтуы бойынша бұл бір арнайы фирмадан алынған автокөліктер екен. То есть жүрілген шақырымдары өте аз екен. Келесі кезектегі Polo бізде колпакты дисклармен тағы да. Бұл автокөлік 2017 жылғы тағы да. Бұның бағасы 6 миллион 950 мың теңге, жүрілген шақырымы 71 мың километр екен. Состояниесіне келетін болсақ, вроде алдыңғы зазорлары өз орнында, резинасы 185-те 60-та 15, штамповкамен өзінің оригинал колпактарымен тұр екен. Автокөлік өкінішке орай жабық. Руліне келетін болсақ, рестайл рульдер болып саналады. Бұл жерде уже до рестайл болып бөлінеді Polo'лар. Рестайл рулінде V-образы сияқты жаңағы кішкентайырақ болады рулі. Жалпы состояниесі өте жақсы. Боялған жері жоқ сияқты. Келесі кезекте бізде тағы да Polo бұл жерде қара түсті екен. Сайтына кіріп, бағалар көрсетілмеген екен, бірақ менеджердің айтуы бойынша сайт арқылы бұл автокөліктерді көре аласыздар дейді. Бұл автокөлік 2015 жылғы Polo, жүрілген шақырымы 197 мың екен. Автомат қорапты. Және де комплектациясы толық жиынтықты екен. Толық жиынтық деген қалай біле аламыз? Толық жиынтық деген білу үшін бұл көліктердің бұл жерде өзінің литті дисктары болады, сол дисктар арқылы қарап біле аласыз. Зимний резина қойылған екен, 185-те тағы да 60-та 15 диаметрлі радиусты диск екен. Ал достар, қызығырақ болсын, Polo'ларды көрсете бермей, бізге аты шулы қазіргі таңдағы Қазақстандағы қолжетімді автокөліктердің бірі Chevrolet Nexia автокөліктерін көрсетіп жіберейік. Бұл жерде бірінші бізде Chevrolet Nexia 2020 жылғы комплектациясына келетін болсақ, элегант, толық комплектация. Оны қайдан білеміз? Мысалы, мына жерде Ravon R4. Бұл компакты дисктармен көрсетілген. Ал мына жерде Chevrolet өзінің штамповка, то есть штамповка емес, заводтан шыққан дискісімен тұр екен. Бұл автокөліктің бағасы 6 миллион 290 мың теңге, жүрілген шақырымы 66 мың пробег. Келесі кезекте Ravon. Ravon'ды сайттан көру үшін бағасын көріп кетейік. Ravon R3 бағасы 5 миллион 490 мың теңге. Қазіргі таңдағы Nexia'ның салондағы бағалары, механикалардың 6 миллион 290 мың теңгеден басталады. Өйткені баға қымбаттап кетті қазір автосалондарда. Бұл автокөлік бойынша автомат қорапты 59 мың ғана жүрілген екен. Комплектациясы предмаксимальный комплектация, штамповка өзінің родной колпактарымен. Ravon Қазақстанға кезінде Chevrolet'тен бірінші кірген маркалардың бірі болып саналады. Бұл кірген кезде, ол кезде енді адамдар жаңа машинаға өте қатты қызықпайтын болған. Содан кейін Ravon біздің рыноктан шығып, оның орнына General Motors осы Chevrolet күйінде тура осы автокөлікті Chevrolet Nexia және Chevrolet Cobalt деп шығарып, бізге қазіргі таңда сатып жатыр. Келесі кезекте бізде тағы да Chevrolet Nexia, бағасын көрейік. Тоже штамповка екен. Штамповка 14-тік дискті размері. Размеріне келетін болсақ, штамповка 14-ші диск екен. Бұл автокөлікте не бар? Бұл автокөлік ақ түсті Chevrolet. Бағасы 6 миллион 490 мың теңге екен, 1.5, жүрілген шақырымы 25 мың.
автокөлік өкінішке орай жабық тұр екен. Подлокотник қойылған, доп ретінде, ветровиктер қойылған, және де ручка двериға нелер қойылып шыққан, хромированный пластмассалар жабыстырылып шыққан. Состояниесі жақсы, өзінің пробегіне сай сияқты. Бағасы 6 миллион 490 мың теңге, 1/5, бірет максималды оптимум комплектациясы болып саналады. 25 мың шақырым ғана жүрген екен 2021 жылға. Негізі обезшумка орылған екен. Өздеріңіз келіп дауысын қарайтын болсақ, мына дауысында глухой болып тұр. Значит, есіктердің барлығында обезшумка доппен орнатылған екен. Крышасына дейін обезшумка орылған екен. Бұл автокөліктерге әрине обезшумкасыз болмайды. Мына разницасын көрсеңіздер болады. Мына дауыспен, мына дауыс, мына крылода обезшумка орылмаған екен. Келесі кезекте бізде Kia Rio автокөлігі, корейстік сегмент, кореялық сборкадағы Kia Rio автокөлік сатылымда екен. Бағасына келейік, бағасын қарайық, қанша миллион теңге екен. Kia Rio автокөлігі жылы сұр түсте, қазір сайттан тауып алайық. Так, 1 минут. Kia Rio, 2 Kia Rio тұр бұл жерде. Мұнау, жоқ, бұл акцент. Kia Rio'ның бағасы 6 миллион 780 мың теңге екен. 2015 жылғы жүрілген шақырымы 120 мың километр. Комплектациясына келетін болсақ, орташа комплектация екен. Подогрев передних сидений ғана бар екен, подогрев руля бар екен, мультируль, және де мультимедия система жоқ екен, просто штатный магнитола тұр екен. Келесі кезекте Hyundai Accent автокөлігі. Атышулы Accent өзінің біздің нарықта жақсы көрсетті. Бұл автокөліктер 200-250 мыңға дейін жүрген кездерде болған қозғалтқыштармен, осы қозғалтқыштармен. Қозғалтқыштар 1.6 MPI және де 1.4 MPI болып бөлінеді. Бірақ осы қозғалтқыштар қазіргі кезде де жаңа акценттерге кішкене доработкасымен салынып жатыр. Акценттің қандайын алу керек? Осы жылғы егер 2013, 2014, 2015 жылы акценттерді қарайтын болсаңыздар, акценттің 6 ступкалы қорапшасымен алу керек. Өйткені 4 ступка қорапшасымен Дори стайлдары өкінішке орай қатты надежный емес, сол себепті 6 ступкалы қорапшамен алсаңыздар болады. Акценттің бағасы 7 миллион 190 мың теңге, жүрілген шақырымы 57 мың ғана екен. Алдыңғы жетекті обезшумка жоқ екен. 57 мың шақырым жүргенін, енді рулінің состояниесіне кететін болсақ, состояниесі жақсы екен. Алдыңғы сиденьялары таза екен. Жалпы автокөлік сатылымда тұр қазір. Сүйінбай 243 мекен жайы бойынша Орбис авто компаниясындамыз. Келесі кезекте сіздерге бір қызықты экземплярдың бірі 2019 жылғы, егер қателеспесем, Toyota Vigo автокөлігі. Toyota Vigo автокөлігі негізі біздің Қазақстан рыногына официально келмейтін автокөлік болып саналады. Бұл автокөлік негізі Филиппинаға арналған, Филиппин мемлекеттеріне арналған, және де Бразилия мемлекеттеріне арналған кішкентай көлемді автокөлік. Бұл жерде 1.2 қозғалтқышымен жабдықталған, алдыңғы жетекті, автомат қорапты, жүрілген шақырымы 50 ғана километр екен. Жалпы автомат қорапты, былай автомат қорабына келетін болсақ, 4 ступкалы екен, өйткені D4 деп тұр, 4 ступкалы. Обычный автокөлік, скорее всего, сол елдерден алып келген, немесе Дубайдан алып келген біздің рыныққа. И осы жерге сатылымға қойып қойған екен. Бұл айтқанда, шын бәрі Яриске ұқсайды. Көп кішкентай автокөлік, артыңғы орны да бар. Автокөлік жабық екен. Скорее всего, Дубай нарығынан алып келген 50 километр ғана шақырым жүрсе, ол жап-жаңа автокөлік деп айтуға болады. Келесі кезекте бізде тағы да Chevrolet Nexia автокөлігі тұр. Бұл автокөліктің қараңыздар, достар, толық комплектациясы, өйткені дискпен өзінің 14-ші егер қателеспесем, 15-ші размерлі дискмен тұр екен. Бағасын біліп кетейік. Бағасы бұл автокөліктің 6 миллион 410 мың теңге, толық комплектациялы, жүрілген шақырымы 30 мың ғана екен. Ішінен толық комплектацияны қалай байқаймыз? Егер ішіне отыратын болсаңыздар, Nexia автокөлігінің алдыңғы панельде, торпедада хромированный детальдар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, хромированный детальдар ол дегеніміз толық комплектация дегеніміз сөз. Бірақ біздің кейбір азаматтар воздуховодтың орнына
Мерседестің воздуховодтарын салып алады. Сол себепті шын даже Өзбекстан нарығында бұл автокөліктерді тюнингке өте көп жасалатын автокөліктердің бірі. Өйткені өзбек бауырларымыз бұған Mercedes S-классының орындықтарын салып, полный Малибудың торпедасын салып, және де Малибудың АКПВ селекторына дейін салып қояды. Ішіне отсам бір Малибу, сыртынан бірақ Chevrolet Nexia болып қалады. Автокөлік толық комплектациялы 6 миллион 410 мың теңге, бағасы в принципе қазіргі салондағы бағасы 6 миллион 490 мың теңге, ал мынаның бағасы 6 миллион 410 мың теңге екен. Жалпы өз бағасына сай сияқты. Келесі кезекте біз Toyotаларды көрсетіп жіберейік сізге. Toyotаның екі түрі, ескі Toyota Corolla және де жаңадан шыққан Toyota Corolla тұр екен. Бұл жерде Corollaның бағасына келетін болсақ, давайте ескісінен бастайық. Бұл Toyota Corolla да өзін жақсы көрсеткен автокөліктердің бірі, өзінің сенімділігімен және де надежностьмен және де өзінің обслуживаниесі арзан автокөліктердің бірі. Жалпы Қазақстан рыногында біраздан бері сатылып жатыр. Өкінішке орай Corolla сатылымында бізде сайтында жоқ екен. Скорее всего автокөлік сатылып кеткен шығар, бірақ бағасын өкінішке орай білмейміз. Штамповка простой комплектация екен. Ал мына Corollaға келетін болсақ, бұл Corolla 21 жылғы екен. 1.6 қозғалтқышымен жабдықталған, 29.500 км шақырым жүрілген. Комплектациясына келетін болсақ, орташа комплектациялы, өйткені велюр салонымен және де дисктары кішкентай размерлі. Егер бұның толық комплектациясында дисктің объемы 17, қателеспесем 17 салынады, бұл жерде 16 тұр екен. Жалпы Corolla Toyota өзі қымбаттап жатыр рынокта. Бұл Corollaға келетін болсақ, официал, өйткені егерде американец болса, поворотниктарының шетінде сары болып тұрады, бірақ бұл официал екен. Жалпы состояниесі жақсы сияқты, азғана шақырым жүрілген, 12 миллион 290 мың теңге бағасы. Бюджет сегменттерде тағы да бір Corolla тұр бізде, достар. Ескірек Corolla, бұның жылына келетін болсақ, Corolla бізде 2013 жылғы екен, жүрілген шақырымы 199 мың километр. Алдыңғы жетекті 1.6 қозғалтқышымен жабдықталған, және де бұларда өздеріңіз білетіндей вариатор болып келеді. Мына Corollада да вариатор, мынада да вариатор. Өйткені қазір Toyotаның өзі де вариаторға көшіп жатыр. Вариатор біріншіден сіздің расходыңыз, бензиніңізді экономить етеді, және де вариатордың енді оны қатты жұлып, қатты айдауға болмайтын бір қорапшаның бірі болып саналады. Өйткені оның үшін бәрі велосипедті ретінде. Келесі кезекте бізде сатылымда Nissan March или Nissan March деп аталады. Nissan March автокөлігі қай жылғы екен, бағасын көріп өтейік. Nissan March 1 литрлі қозғалтқышпен жабдықталған, жүрілген шақырымы 158 мың километр деп жазып қойыпты. 1997 жылғы екен, бағасы 2 миллион 590 мың теңге. Осы автокөлік сатылымда көрсеңіздер болады. Состояниесі да жақсы сияқты екен. Келесі кезекте бізде бюджет сегменттер ішінде және де Volkswagen Polo'ларды көріп шықтық. Енді давайте Volkswagen басқа түрін көрейік. Егер қателеспесем, Scirocco, Volkswagen Scirocco 2 есікті 1.4 қозғалтқышымен жабдықталады. Бұлар Scirocco, Volkswagen Scirocco бағасы 6 миллион 490 мың теңге, 1.4 қозғалтқышымен жабдықталған, механикалық қорапша, 182 мың шақырым жүрген, 6 миллион 490 мың теңге бағасы. Автокөліктің состояниесі жақсы сияқты. Осы компанияға келіп көрсеңіз болады. 2 есікті, егер де сізге турбо қозғалтқышымен автокөліктер ұнайтын болса, таптырмас автокөліктің бірі. Механике турбо жүрісі де өте жақсы, және де дискларын өздеріңіз көріп отырсыздар. Жаздық резина салынып қойыпты бұл жерге. Размеріне келетін болсақ, 225-те 40-та R18 диаметрлі дисктер тұр екен. Келесі бюджет сегменттерді Vestaмен аяқтайық. Мына жерде Kia Rio тұр екен. Состояниесі жақсы сияқты тоже, ақ түсте. Kia Rio'ның бағасын сіздерге айтып өтейін, екені сіздерге әрине қызықтырып жатса. Kia Rio 2014 жылғы жүрілген шақырымы бұл автокөліктің 102 мың шақырым екен. Жоқ, достар, мен шатасып кеткен сияқтымын. Бұл Kia Rio емес, басқа Kia Rio'ны
коюпту. 2014 жылғы 43 мың шақырым ғана жүрген 6 миллион 900 мың теңге бағасы. Өте жақсы состояниеда, осында Kia Rio алсаңыздар болады. Келесі кезекте Lada West автокөлігі біздің ресейлік нарықтағы ресейде шығарылатын автокөліктердің бірі, АвтоВАЗдың Lada West автокөлігі қызыл түсте. Жалпы бағасына келетін болсақ, Веста бағасы 6 миллион 490 мың теңге, механикалық қорапшада, Android системасы орнатылған, өзінің родной штатный магнитоласы емес, 1.6, 2000 ғана километр жүрілген екен. Жалпы жап жаңа автокөлік, обершумкасы бар екен тоже, полный обершумка орылған екен автокөлікке, алдыңғы жетекті. Колеса кезеттегі орташа бағасы бұл автокөліктің 6 миллион 789 мың, ал бұл автокөлік 6 миллион 490 мың теңгеге сатылып тұр екен. Сүйінбай 243 мекен-жайы бойынша Алматы қаласынан көрсеңіздер болады. Ал келесі кезекте енді біз кроссоверлар сегментіне көшейік, достар. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай келесі частьті міндетті түрде көрсеңіздер болады. Мына жерге рекомендация сіздерге көрсетіп қоятын боламыз. Ал кеттік, келесі кроссоверлар бөліміне өтейік.